Сәлем достар, эфирде мен Камила. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өзіміздің ұлттық талғаннан жасалатын жентімізді ерекше сәнді, дәмді етіп дайындайтын боламыз. Рамазан айының оразасын ниеттеніп отырған әрбір жан сіздерге Алла жеңілдігін беріп, мол сауаптан жазсын. Рамазан айының алғашқы күні болғандықтан, осындай женттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жент бізде өте пайдалы әрі тойымды астың бірі. Барлық қажетті заттарды видео барысында және описанияда толық көрсетіп кетемін. Ең алдымен бізге 200 грамм талқанды ыдысымызға салып, үстіне 100 грамм майды ертіп құятын боламыз. Май бізде сапалы, дәмді май болғаны дұрыс. Үстіне қойытылған сүтімізді құямыз. Яғни сгущенканы саламыз. Және бір ас қасықпен қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қалауларыңызша мейіз, жаңғақ салып араластырсаңыз да болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін арнайы формаларға саламыз. Менде арнайы форма болмағандықтан осындай жұмыртқаның ыдысына салатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай нығыздап басып тұру қажет. Жақсылап орналастырып болғаннан кейін 1 сағатқа морозилькеге жібереміз. Қалған талқанымызды қолымызбен мыжып, қалауымызша формаларға келтіріп аламыз. Ауыз ашар кезде жасап дастарханға қойса өте керемет болады. Және сәндік үшін мен шоколадтарды қолдандым. Ақ және қара шоколадтарды осындай мешокқа салып, үстінен қайнаған су құйып ерітетін боламын. Қайнаған су құйған кезде суда көп қалып кетпеу қажет. Болмаса шоколадымыз күйіп қалуы мүмкін. 1-2 минут сайын шоколадымызды қолымызбен басып, араластырып ертіп аламыз. Қолыңыз күйген жағдайда қолыңызға шашық алып араластырсаңыз да болады. Міне менің шоколадтарым толық еріді. Бұны судан шығарып қоямын. Болмаса күйіп қалуы мүмкін. Міне бізде тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Формаларымыздан аламыз. Осылай оңай, әдемі болып алынады. Қалауымызша конфеттер, жаңғақтар салып әсемдеп шығамыз. Тез қимылдау қажет, болмаса шоколадымыз қатып қалуы мүмкін. Осылай астына шоколадты құйып, дәл осының үстінен қайттан талқанымызды басып шығатын боламыз. Міне осылай дастарханымызға күнде әсемдеп қоятын болсақ, конфеттің орнына әрі денсаулыққа пайдалы, әрі тойымды десерт болып шығады. Менде ақ шоколадым аз болғандықтан, ақ шоколад пен қара шоколадты араластырып, әсемдеп шығатын боламын. Бұның өзі ерекше көрініс беріп тұрады. Ақ шоколадтарыңызға краска қосып, түрлі түсті етіп шығарсаңыздар да болады. Осылай формаларымызға орналастырып болғаннан кейін тоңазытқышқа салып, шоколадымызды қатқанша күтеміз. Қатқаннан кейін формамыздан шешіп алып, осылай ыдысымызға әсемдеп салып, дастарханымызға ұсынамыз. Тек қана Рамазан айларында ғана емес, күнделікті осылай істеп жесе өте дәмді, тойымды, көріністе әдемі ерекше десерт болып шығады. Сақтауға келетін болсақ, қақпағы бар контейнерге салып, холодильникте қанша уақыт сақтасаңыздар да сақтай бересіздер. Видеоға лайк басып, тіркеліп, комментер жазып кетуді ұмытпаңыздар. Рамазан айы мүбәрәк болсын.